Сүйгенің сабақ па, ғажап па? Саған сабақ болар адамды өмірлік серігіңмен шатастырғаныңды көрсететін 9 себеп. Өмірде екі түрлі адамдар жолығады. Бірі саған сабақ болу үшін келеді. Бірі жаныңның егізі болып жолығады. Алғашқылардың ықыласы ыстық болғанымен, қайғысы көп болады. Олар көп нәрсеге көзіңді ашады. Екіншілермен өмірлік дос боласың. Мәңгілік махаббатың екенін мойындайсың. Қарым-қатынаста қателік осы екеуінің орнын шатастырғаннан болады. Төменде осы екі түрлі адамдарды ажырататын бірнеше себептер туралы айтылады. Бірінші, жаны егіз жан. Олармен бәрі оңай болады. Шектен шығып, сені сүйсін, бағаласын деп арпалыспайсың. Өзгенің махаббатына лайық болуға тырысу, ол сендік махаббат еместіктің дәлелі. Екінші, жаны егіз адаммен әңгіме таусылмайды. Оған айтарың дайын тұрады. Болмашы нәрседен әлемнің ұлылығына дейін тілге тиек етесің. Бәрібір онымен сөйлескен қызық боп тұрады. Үшінші, бір қарағанға жан егіз адамды таңдамаған сияқтанасың. Өздігінен табыла кетеді. Шынайы қарым-қатынаста артық тырысып әуре болмайсың. Қол ұстасасың да, өмір жолында бірге кете бересің. Төртінші, сабақ болатындар. Сабақ болатындардың қарым-қатынасы қайға келеді. Шашта артады. Олардан егізімді жасайым деп көп әуреге түсесің. От сезімді ұзарта түскің келеді. Сол адамның ризашылдығын, мақұлдауын сезінгің келеді. Бір-біріңе қатты ұнайсың, бірақ мүлде сәйкес келмейсіңдер. Бұл сенің өміріңде мәңгі қала алмайтын адамның белгісі. Бесінші, сабақ болатындар біздің өмірімізге қайта-қайта орала береді. Содан алатын сабағыңды алмайынша, солай. Бұл негізінен алдымен өзіңді жақсы көріп үйрен деген сабаққа саяды. Өзіңнің ойлау жүйеңді, танымыңды өзгерту қажетін көрсетеді. Соған дейін бір текті адамдарға жолығу тыйылмайды. Қарым-қатынас жаныңды қинай береді. Алтыншы, сабақ берушіні ойлап, осы адам менің тағдырым ба, жоқ па деп көп қайғырасың. Жан егіз адаммен ондай болмайды. Жетінші, сабақ беретін адам сенің сыңарың емесін түсінесің, бірақ қабылдағың келмейді, жүрек оны қимайды. Мақаланы осы жерінен үзіп, жаба саласың. Сегізінші, егізіңді тапқанда өзгелер не ойлайды? Бірге жүрсек не болады деп алаң қылмайсың. Ал сабақ болар адаммен керісінше қапылықтап, қиналып, кім не деді деп әр сөзге әбігерленесің. Тоғызыншы, кейде сабақ болатын адаммен қарым-қатынастағы ескі әдеттер егізіңмен табысқанда да байқалып қалуы ықтимал. Абайла. Бірге қиналған кезде жан егіздер бір-біріне жақын бола түседі. Аударған Шынар Әбілда.